Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мак қосылған булочканың рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ашытқысын дайындап қою керек. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтті құйып, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, ашытқыны салып араластырып, үстінен 5-6 ас қасық ұн салып араластырып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минутта ашытқымыз көтеріліп дайын болады. Міне ашытқымыз дайын болды. Үлкендеу ыдысқа құйып қойып қоямыз. Басқа ыдыста жұмыртқаны жарып салып, үстінен шым-шым тұз қосып, миксерлейтін боламыз. Кішкене ағарып бастаған кезде қантымызды аз-аздан қосып отырып, миксерлеп, қанттың толықтай ерігенін күтеміз. Барынша қантты ертіп аламыз. Жұмыртқамыз осылай 3-4 есе көбейіп ағарады. Осы уақытта сізде плитада сары май немесе маргарин еріп тұру қажет. Менде мұнда маргаринді осы жұмыртқамызға 1 ас қасықтан қосып отырып араластырамыз. 1 ас қасық майды құйғаннан кейін толықтай араластырып аламыз. Одан кейін барып келесі қасық майды құямыз. Осылайынша барлық майды араластырамыз. Енді барлығын араластырамыз, яғни ашытқымызға жұмыртқа мен майды құйып араластырып аламыз да үстінен електен ұнды өткіземіз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымызды илеп болған кезде үстінен 3-4 ас қасық сұйық май құйып, май толықтай сіңгенше илеу керек болады. Міне қамырымыз дайын болды. Үстінен осы сұйық майды құйып, май толықтай қамырға сіңгенше илеп, бетін жауып, 1 сағаттай шамасында көтерілгенін күтеміз. Қамыры бір көтерілгеннен кейін тағы да 1 рет қайтарып, екінші көтерілгенін күткеніңіз дұрыс. Макты ыдысқа салып, оның үстінен 1,5 стакан су құйып, шай қасықтан 8-9 шай қасық шамасында қант салып араластырып отқа қоямыз. Орташа отта макты 5 минуттай қайнатамыз. Макты қайнатып болғаннан кейін електен өткізіп, елекке салып, суын сырғытып алу керек. Толықтай құрғақ болғанынша тырысу керек. Суы әбден сырғу керек. Осы мактың үстінен 5-6 ас қасық қант қосып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер жоқ болса, оқтаудың көмегімен езіп алғанда болады, ұрып. Қамырымыз ашып дайын болды. Қамырды бірнеше бөлікке бөліп, барынша тік төртбұрышты етіп жаюға тырысамыз. Қамырдың қалыңдығы жайылған кездегі жарты сантиметрдей болғаны дұрыс. Қамырымызды жайып болғаннан кейін сары майды ерітіп, немесе кәдімгі сұйық майды жақсаңыз болады. Мен сұйық май қолдандым. Майды қамырға жағып болғаннан кейін дайын болған магымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей осындай рулет қылып ораймыз. 3-4 сантиметрге бөліп шығамыз қамырымызды. Бір булочканың қамыры сонда 3-4 сантиметрден болады.
пергамент төселген противенімізге қамырымызды осы видеода көрсетілгендей жатқызып қойып, бетінен жұмыртқа жағып 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз.